Ассалаумағалейкум Лұқпан бауырым. Мен есім Рафик Жарылқасынов. Сізді қазір Украинада жүр деп естідік. Сізбен танысып, арамыздағы біраз кісілер екеуміздің осылай бір-бірімізбен интервью алып, ой бөліскенімізді сұраған еді. Сондықтан сізбен танысып, бүгіннен бастап, Құдай қаласа, қазақтың ертеңгі азаттығы үшін, еліміздің өркендеп өсуі үшін, бостандыққа шығу үшін еңбек етіп жатыр екенсіз деп түсініп жатырмын. Енді өзіңіз айта кетесіз. Өзіңіз жайлы айтсаңыз, өзіңізді таныстырсаңыз. Ассалаумағалейкум, Рафик. Менің атым Лұқпан Ахмедияров. Оралдан, Батыс Қазақстаннан. Негізі мамандым мұғалім, география, биология пәнінен 4 жыл ауылдық мектепте жұмыс істеп, содан кейін журналистикке айналып кеттім. Оралда бір тәуелсіз газет ашылған, сол кезде 2001 жылы. Сол газеттен бастадым. Уральский неделя дейтін газеттің аты. Қазақша енді Орал апталығы ғой. Сол газеттен бастадым 2001-де, сол газетте 2021 жылға дейін жұмыс істедім. Соны 8 жыл бас редактор болып. Қазір өзіміздің бір газеттен кетіп қалдым да, өзім YouTube каналымды ашып, просто журналистика дейтін. Сол YouTube каналымен YouTube блогер болып айналып кеттім. Видео түсіріп жатырмыз. Қазір Украинаға келіп тұрмын. Құдайға шүкір, Қырғызстанда Клоп КГ деген бір әріптесіміз бар, сондай издание, интернет издание. Солардың арқасында, солардың шақыруымен келіп тұрмын қазір Украинаға. Қасымда әріптестерім бар. Рауль Поров дейтін режиссер, сосын Исатай Дүйсекешев, оператор, монтажер. Сол үшеуміз Украинада жүріп, қазір бейне түсіріп, мынандай спецрепортаж, арнайы репортаж шығарып жатырмыз. Сондай жұмыспен Украинаға келіп тұрмын қазір. Қазір сіз енді қаңтар оқиғасында жайында мен басты өзім маған қызығы да елдің қазір жанына батып отқанда қаңтар оқиғасы, қасыңыздағы адамдар, қасыңыздағы кісілер қалай қабылдайды және өзіңіз қалай қабылдадыңыз қаңтарды? Қаңтарда біздер Оралда енді қаңтардың 3-інде басталды. Кешке қарай кісілер жиналып орталық алаңда, газелистер. Ол кезде енді қойған талаптары тек қана бір талап болды ғой, газды құнын түсіріңіз, газды 50 теңге болсын деп. Сосын ертеңісіне 4 күні уже мыңдаған халық жиналды қаланың шетінде. Сонда халық жиналғанда талқылап, жаңағы сөйлейтін жігіттер болды, сондай белсенділер. Сонда уже талаптарымыз жаңағы үкімет отставкаға кетсін, мына билікте отырған кісілер кетсін, шал кетсін дегендей, кәдімгідей сапалы саяси реформаларды өткізу керек, парламентский жаңағы республика құру керек, сайлау өткізу керек деп сондай талап қойды. Содан кейін қаланың ортасына келдік. Мен журналист ретінде болып жүрдім сол кезде, камераға түсіріп. Сол орталық алаңға келгенде кешке қарай журналист болып жүріп, күн бойы кешке қарай өзім байқамай қалдым. Ораторлардың біреуі мен болып қалдым. Мен де сөйледім. Сол сөйлегенде себеп қандай болды сөйлейтін? Анда бізде кісілер жиналғанда орталық алаңда бейбітшілік митинг қой. Ешқандай ештеңе қиратқан жоқ, ештеңе ондай заңбұзушылыққа ешкімде барған жоқ. Кәдімгідей бейбітшілік митинг, жаңағы жігіттер өздері ұйымдастырып, жаңағы қазан алып келді, киіз үй алып келді, қойып жатыр. Сонда сағат кешкі 9-да байқап қалдық, полицейлер сап-саппен тұрып, жаңағы площадьтан, алаңнан кетіп бара жатыр. Таң қалдық. Содан кейін жарты сағаттан кейін бе, 1 сағаттан кейін бе, акиматтың алдында бір шағынандай топ, 30 шақты кісі, жас жігіттер, беттерінде маска, қара капюшонмен бүркініп алып, солар айдай қайлап, акиматты бұзайық, жарайық, ішке кіреміз, акиматты басып аламыз.
сондай әңгіме басталды. Вот содан кейін жаңағы алаңдағы тұрған жігіттер, белсенділер, олар енді сол жігіттерге өздерінше айтқан, не қой жігіттер, ондай заңбұзушылыққа бармаңыз, біздер мұнда бейбітшілік митингпен келіп тұрмыз ғой деп. Сосын олар тыңдамағасын, жігіттер маған жақындап, Лұқпан, сені мұнда қалада көбі таниды ғой, Оралда, сен сөйлесші мына жігіттермен. Содан басталып кеттім мен оратор ана сөз сөйлеген алаңда. Соны сылтауратып, сосын ертеңіне полицейскийлер мені жаңағы 10 суткіге қамап, бүкіл қаңтарда болған оқиғаны мен тек қана 10 суткіден шыққаннан кейін, содан кейін тек қана естідім. Солай бізде болды. Сізді қамаған кезде ұрып соққан жоқ па? Жоқ, ондай болған жоқ. Өзім де таңғалдым, шын айтса. Мені алып келгенде полицейский участокке жаңағы ана городдел дейді ғой, енді қаланың несі, қала полицияның несі, офисі, отделына. Сонда алып келгенде ешкім де ұрынып, әкірендеп, ондай ештеңе болған жоқ. Қаланың полицияның бастығының орынбасары Асхат дейтін жігіт өзі мені қарсылап айтады, Сайлауович, сіз солай қазір әкеліп жатырмыз, сізге ешқандай претензиямыз жоқ, кешегі алаңдағы болған видеоны қарап шықтық, сіз кісілерді жаңағы тәртіпке шақырып, сондай сөз сөйледіңіз, сізге ешқандай претензия жоқ, бірақ жоғарыдан бұйрық келді, сізді жаңағы 10 суткіге жабамыз деп. Енді ал жапсқан жаба ғой, енді оны қалай істейсің? Қазір административный дело дейді ғой енді. Сондай административный дело қозғаймыз қазір, соны бәрін толтырып. Сол кешке дейін солмен араласып жүрдік, адвокатты күттік, 2 сағаттай адвокат уақытымен келген жоқ. Содан кейін сол кешке қарай сот отырысы болды, анда сотта енді мені көп тыңдаған жоқ, судья. Ана полицейскийлердің айтқан сөзін тыңдады да, анда полицейскийлердің айтқан сөзі былай, Ахмедияров Лұқпан алаңда кісілермен жиналып, жаңағы үкіметті отставкаға кетсін деп, сондай саяси талаптарды қойып, сондай заңбұзушылыққа барды деп, соны сылтауратып, сол 10 суткіге үкім шығарып, жаңағы 10 суткіге қамалсын деп. Сонда таңғалғаным, мені ана спецприемник дейді ғой бізде енді отыратын жер. Сонда алып келгенде спецприемниктің жігіттері айтады: Лұқпан Сайлауович, ассалаумағалейкум, күні бойы сізді күтіп отырмыз ғой дейді. Мен антан айтам, қалай сіз мені күтіп отырсыз, не деп айтқым келіп тұрсыз? Ол айтады: бізге қайта түске қарай бұйрық келді, мына спецприемниктегі отырған кісілердің бәрін таратыңыз, басқа приемниктерге, вытрезвительге апарсаңыз, аудандарға апарсаңыз, спецприемникте ешкімде қалмасын деп. Сондықтан, Лұқпан Сайлауович, сіз мұнда жалғызсыз деп. Антан, сосын жаңағы тінту жасатты, қалтада не бар, анау бәрін соны қарады. Сосын содан кейін травмпунктке апарып, травмпункттен мені дәрігер қарап, үстінде ешқандай жарақаты, мынау ұрған із жоқ па? Жоқ, бәрін қарады. Содан кейін алып келіп қамады бір камераға. 10 суткі бойы сол бір камерада отырып шықтым. Сол бірінші этажда, сол спецприемниктің 4 камера бар екен. Содан кейін естіп жатырмын, оказывается, мен қамаған күні, сол түні басқа 3 камераға тағы да 3 белсенді жігіттерді алып келген екен. Сражанов Бекнур, ол жаңағы тәуелсіздік бақылаушылар лидері, сайлауға қатысқан. Сосын Абзал Қоспан адвокат, сосын Дастан тағы бір жігіт бар, біздің Оралда, сондай белсенді жігіт. Сол 4 кісіні 4 камераға одиночкаға отырғызып, солай отырды. Бейхабармыз, анда келесі басқа камерада кім отыр ма, бар ма кісі, жоқ па? Мен шын айтса 10 суткі бойы ойлап шықтым, мен мына спецприемникте жалғыз тек қана мен жүрмін деп. Өткені прогулкаға шығарғанда тек қана мені шығарады, қасымда ешкім де жоқ. Солай 10 суткі отырып шықтым. Мен де 15 тәулік отырып шықтым, Путиннің Қазақстанға келмесін, соған митингке шақырғаны үшін 15 тәулік қамақта болдым. Ол жерде де соттар ешқандай біздің дәйек
дәлелімізді тыңдаған жоқ, тек қана жаңағыдай. Мен сол кезде мысалға сотты жазып алуға мүмкіншілік болмады ғой, өйткені учаскелік инспектордың телефонынан өтті сот. Сол кезде айтамын да, әлем Путинді деп сұрап жатса, сіздер мені террорист үшін отырғызғаннан кейін сіздер кім болдыңыздар деп сұрады да, сонда соттың өзі күліп жіберді да, бірақ 15 тәулік деп жаңағы. Енді көрдік тұр да, бәрі бір театр сияқты. Қазір жақсы, сіз Украинадасыз. Украиндықтардың қаңтар жайында, Қазақстан жайында ой қандай? Біріншіден, украиндықтар көбі біледі екен. Қазақстанда қаңтарда сондай қан төгіліс болды, кісілер шықты наразылығын көрсетуге. Украиндықтар көбі біледі. Тоқаев жаңағы Путин көмегін шақырып, жаңағы ОДКБ сылтауратып, орыстардың жаңағы әскерлерін кіргізді деп Қазақстанға. Сонда украиндықтар айтады, олардың ойы мынандай, сол күндері қаңтарда жаңағы Құдайға шүкір Қазақстан аман қалды дейді. Өйткені Путин әскерлері қанша 10 күн болды ма, 19 күн болып кетіп қалды ғой Қазақстаннан. Шамал болды. Олар айтады, негізі Путин өз еркінмен кететін кісі емес қой дейді. Негізі Путин мақсаты сондай өзіне қойған сол кезде, мен де солармен келсем, негізі Қазақстанды солай қаңтарды сылтауратып жаулап алу, әскерлерін кіргізіп, шығармай қалып, содан кейін сол біздің тәуелсіздігіміз сонымен бітетін еді. Енді қазір әртүрлі әңгіме шығып жатыр ғой, Путин неге жаңағы өзінің әскерлерін қайта шығарып алды деп. Бір версия естігенім, жаңағы Қытайдың Си Цзиньпин сол негізі звондап, сол қарсы шыққан деп, қарсылығын білдірген деп. Біреулер айтады, Тоқаев өзі сұраған деп. Оның қайсы рас, қайсы өтірік, енді Құдай білсін енді. Оны бізге айтыватқан ашық ақпарат жеткізіп жатқан жоқ қой. Қаңтарда негізі не болды? Шынымен де ана Назарбаевтың туысқандары сондай беспорядка, заңбұзушылыққа барып, жаңағы сондай қылмыстық топтарды құрды ма? Шынымен де Масимовтың бір қатысы бар ма? Әлде шынымен де жаңағы Тоқаев билігін қолына ала алысы келді ма? Ешкімде ештеңе білмейді. Тек қана версия ғой, енді догадкалар біздерде. Сол ғой, украиндықтар ол жайын не ойлайды деймін да, ойлар не түйді? Бізді халық дұрыс деді ма? Жоқ, Тоқаевтың әскер шақырғаны дұрыс деді ма? ОДКБ-ның. Жоқ. Тоқаевқа, Қазақстанға деген украиндықтардың көзқарасы қандай? Көзқарасы, қараңыз былай да, украиндықтар, олар негізі қаңтарда кісілер өз наразылығын білдіріп көшеге шыққанын олар қолдайды. Дұрыс істедіңіз дейді. Негізі қазақтар, сіз дұрыс жасадыңыз көшеге шығып, сондай бейбітшілік митингке. Олар түсініп тұр, что жаңағы Путиннің әскерлері мен Тоқаевтың жаңағы қаншерлері халыққа оқ жаудырып, жаңағы қан төгіліске апарған солар дейді. Оны түсініп тұр. Бірақ олардың бір адасып жатқан жері, олар ана Тоқаев есіңізде ме, ана Петербургқа форумға барып, жаңағы Симонянның сұрағына жауап бергенде айтқан, мы не признаем ЛНР, ДНР деп. Украиндықтар шын айтса, соған алданып қалды. Олар шынымен ойлап тұр, Тоқаев Украин халқының досы деп. Мен мында айтып жатырмын, жігіттер, алданбаңыз, Тоқаев айтты ол сөзді. Расымен ол сөзді айтты. Бірақ Тоқаев оны біріншіден неден айтты? Өйткені жаңағы Путин режимі соғыс ашып, Путинге қазір Тоқаев көмек көрсетіп жатыр. Жаңағы санкциядан қашып, көп компаниялар көшіп келді ғой мұнда, Ресейден Қазақстанға. Ол біріншіден. Екіншіден, ол көз бояушылық. Показуха ғой енді, былай қарағанда. Менің жеке ойым, мен ойлаймын, Тоқаевтың сол айтқан сөзі таза жаңағы көз бояушылық. Просто пыль в глаза пускать дейді ғой орыстар.
сосын мен оларға айтамын, украиндықтарға, қараңыз, форумда Питерде Тоқаев мынандай сөз айтты, сіз оған мәз мейрам болып жатсыз, бірақ сізге сіз білмейсіз ғой, 10 күннен кейін Римда Тоқаев ағылшын тілінде сөз сөйлегенде бір форумда ол мынандай сөз айтты: в Украине нужно провести демилитаризацию. Сіз түсініп тұрсыз ғой, ол ресейлік телевизордың айтқан сөзі, пропаганданың айтып жатқан сөзі ғой, демилитаризация деген ана Украина. Соны неге еске алмайсыз деп олар айтады, біздер оны естіген жоқпыз деп. Мен айтамын, вот қараңыз, бір сөзді сізге жеткізді, басқа айтылған сөзді сізге жеткізген жоқ. Сіз бейхабар отырсыз, ештеңе білмей. Сондықтан алданбаңыз деймін. Тоқаевтың ешқандай ақпаратқан ештеңесі жоқ. Тоқаев ол тап Лукашенко сияқты, тап Путин сияқты, тап сондай авторитарлық режим, ешқандай демократияға ешқандай тартылып жатқан, ұмтылып жатқан ештеңесі жоқ. Сондықтан алданбаңыз дедім. Сондай түсіндіріп жатыр украиндықтарға. Содан кейін сұрайын деген, қазір мысалға Украин халқы әскеріне, өздерінің қарулы күштеріне деген сенімі, махаббаты шексіз екенін көрініп тұр, иә? Оны растайсыз ғой? Растаймын, иә, бар. Иә, өздері жаңа қарулы күштерін, мысалға бізде кеңес дәуірінен кейін қарулы күштер, мен өзім әскерде болғанмын, шекара қызметінде өз борышымды өтегенмін да, сол кезде әскери болу, жаңа форма кию, солдат болу деген жаңа бір надандықтың белгісі сияқты, бір өңші көргенсіз, боғауыз азаннан кешке дейін бітпейтін, әбден мысалға жынымызға тиген, таяқта жедік ол жерде, өлгенше таяқ жедік мысалға. Сон әскер деген бізде бір қалыптасып кеткен нәрседе, мынау ақсаусақтар бармайды, элитаның балалары бармайды, ауылдан шыққан біз сияқтылар барады да, сол жерден өлгенше таяғын жеп келеді деп. Ал қазір мысалға содан кейін барып әскерге деген сыйлық сезімдер де жоқ та, мысалға мен балам әскерде деп айту бір менің жағдайым жоқ деген сияқты мен тең болып кетті ғой Қазақстанда өзі, біз әскерде болып жатқан кезде. Қазір ондай ма? Украин халқында әскерге деген сыйлығы қандай? Күшті сыйлай ма әскерін? Күшті сыйлайды. Өткені 2014 жылдан бастап Украинада жаңа әскерлері, әскер күштері көп өзгеріс болды оларда. Неден басталды? 2014-те, ол кезде Порошенко ғой енді президент, 2014-те Украин армиясы, әскер күштері өте әлсіз, біздің Қазақстан армиясы сияқты болды. Жаңағы бітпейтін ұрлық командованиядан, командирлардан, генералдардан, ешқандай снабжение жоқ, формалары шамалы, қарулары баяғы Калашниковпен ата заманнан келе жатқан танктер, пушкамен, сондай әскер болды. Сонда 2014-те Ресей Донецк, Луганск, сосын Крымды басып алғаннан кейін Украин халқы өздері, жаңағы сол кезде көздері жетті ғой, Украин армиясы сондай әлсіз деп. Украин халқы өздері добровольческие батальоны соны құрып, добробаты дейтін оларда сондай сөз бар. Соны құрып, ешқандай үкіметтен ақша сұрамай, талап етпей, өздері жаңағы ақша, краудфандинг дейді ғой, қалай деп айтайын. Ақша жинап, иә? Ақша жинап, өздері оларға қару сатып алды, формаларын сатып алды, жаңағы әртүрлі оборудование, сондай жинап Украин армиясы 2014 жылдан бастап сондай өзін өткен сондай тарих болды, иә. Содан кейін Зеленский билікке келгеннен кейін уже билік жағынан ақша бөлініп, кәдімгідей реформа өткізіп, армияға көбінесе тек қана срочник призывниктер емес, жаңағыдай өз еркімен баратын кісілер барып, жаңағыдай сондай армия қазір. Оларда ешқандай дедовщина жоқ армияда, ешкімді ұрмайды, ондай жоқ, вообще баяғыда бітті дейді ол. 2014 жылдан бастап. Қазір олардың
мына Киевтің мына сыртқы жағынан барып басқа қалаларға барғанда блокпосттардан өтем ғой, кәдімгідей заманауи сондай не современный европейская армия. Қаруларын қарасаң, обмундированиесін алсаң, ана экипировкасын, кәдімгідей прям современный күшті армия оларда. И оларда жаңағы украиндықтар мына көшеде кетіп бара жатқанда кейде анда-санда жаңағы машиналардан түсіп, автобустардан түсіп, топ бір не әскерлер ана фронттан келген, демалысқа келіп жатқан әскерлер кездеседі. Сонда сол солдаттарды көргенде ана украиндықтар көбі, көшеде кетіп бара жатқан украиндықтар, олар өздері жақындап жігіттерге жаңағы сол солдаттарға рахметін айтып кетеді, міндетті түрде. Дякую вам, хлопцы, берегите себя деп сондай сөздер айтады. Ол сондай, оны қарағанда прям мен қызығым шексіз болды да, өйткені біздерде ондай жоқ, мүлдем жоқ Қазақстанда. Енді Құдай сақтасын мынандай соғыстан, но бірақ біздерде қазір Ресейдің саясаткерінің сөздерін естіп жатсыз ғой, олар айтып жатыр, соны әзірде жиі сөз айтады. В Казахстане сейчас усиливается националистические движения, анау-мынау. Украиндықтар айтады, Лұқпан, вы слышите, что сейчас говорят российские политики? То же самое говорили про нас перед тем, как напасть на нас в 2014 году. То же самое говорит, Лұқпан, будьте осторожны. Сонда мен ойлаймын, қазір Құдай сақтасын, бірақ Ресей қазір бізге кірсе, өзінің армиясымен, біздерге өте қиын болады. Біздерде Қазақстанда оған қарсы шығатын рядовой состав болады ғой енді, бірақ олардың біріншіден қарулары ескі, олардың жаңағы танк мен авиация бізде шамалы, артиллериямыз шамалы. Енді Арыстағы болған атылыс есінде ғой, Рафик. Таразда болды. Сондықтан, сосын екіншісі, бізде генеральский состав, высший офицерский составтың көбі, олар Ресейдегі военный академия бітірген генералдар. Олардың патриоттық сезімі бар ма? Менде шын айтса, ондай уверенность жоқ, шын айтса. Мына біздің КНБ-ні алсақ, олар КНБ-ның тең жартысы Академия ФСБ Ресей выпускниктары. Олар қалай өздерін ұстайды, мынандай жағдай болып жатса? Сатып кетпейді ма? Шын айтса, менде күмәнім мол, көп күмән ол жағынан. Мына қарапайым рядовой состав енді олар шығады, енді әрине өзін жерін қорғайды, бірақ мына командование, жоғарыдағы отырған кісілер біз сатып кететін сияқты. Менің жеке ойым. Сол командование жайында кеше мысалға мен өзім YouTube арнама салдым интервью. Мейірхан Абдуманапов деген ағамызды Бектанов генералдың соты бойынша куәгер ретінде сотқа тартқан. Сөйтіп ол кісіден қолхат алған. Осы жерде білген айтқаныңды еш жерге жарияламайсың, жарияласаң жауапқа тартыласың деген қолхат алған. Ол кісі келді айтты, қазақша айтқанда, ол қағаздың ұрғаны бар ма, ел естісін. Бектановты соттап жатыр. Бектанов генерал, сол кездегі Қазақстан Республикасының қарулы күштерінің қорғаныс министрлігінің қолбасшысы, министр, қорғаныс министрі. Сол кісі халыққа оқ атуға рұқсат бермей, мынау Қапшағайдағы әскери бөлімнің басшысын, үлкен шендегі офицерді Алматы қаласындағы көтеріліске жаңағы митингке шыққан кісілермен тілдесу үшін жіберген екен, келіссөздерге. Қандай керемет жағдайда сол кісі жаңағы полковник па, подполковник па, әскери шенін білмейді, бірақ әскери командир. Сол кісі келіп, жаңағы бізден барған 8 адаммен жолығып, ақсақалдармен, митингке шыққан белсенділер бүкіл халықтың атынан 8 адам барған екен сол жерге келіссөзге. Сол келіссөзге барған кезде жаңағы кісі айтқан екен, министрден осындай хабарлама келді. Біз сіздерге оқ атпаймыз, митингтеріңізді өткізе беріңіздер. Бірақ егерде біздің әскерге оқ жаудыратын болсаңыздар, біз оны жауап береміз. Біз әскерге оқ аттырмаймыз. Бірақ митингтерің бейбіт түрде өтсе, өте берсін деп әңгіме болған.
сол генерал қазір сотталып жатыр. Менің ойымша, мысалға мен өзім бүгін Фейсбукқа да жаздым, қатты құшарланып, қатты бір қуанған сезім, бір үміт сезім пайда болды да, бізде де ұлтын сүйетін генералдар бар екен ғой. Халқына бізге қараңызшы, қазір халқын қорғамаса да, иә, бізге халық, біз біреуден қорға деп сұрап тұрған жоқпыз. Залымдық жасап жатқан биліктен, балаларды қинап жатқан биліктен қорға деп сұрап жатқан жоқпыз. Жай ғана оқ атпаңдаршы деген сұрақтың өзіне мақұл атпаймын дегеннің өзі батыр болып тұр қазір бізге. Сол мысалға генерал Залужныйдың феноменін айтасыз ба? Қалай ол кісіні қазір Украинада сыйлайды? Мынау қорғаныс министрі ол кісілерде Резников бөлек адам, бірақ қарулы күштердің басшысы, қолбасшы, ол жаңағы әскер басы ғой, иә, қазақша айтқанда әскер басы, бұл Залужный генерал. Сол жайында халық қалай ойлайды? Бізге осы сұрақ үлкен да, мысалға мен бәрін сұрағым келіп отыр. Біздің генералымыз халыққа оқ атпаған үшін түрмеде жатыр. Олардың генералы Залужный әлемге әйгілі тұлға болды да. Осы параллель қалай таратыңыз? Қараңыз, Рафик, бірінші айта кетерімді, біздерде тек қана бір генерал халыққа оқ атпаймын, ешқандай ондай бұйрықты орындамаймын деген кісі тек қана бір кісі болды. Ал қалғандар бірақ сол бұйрықты орындады ғой. Өз халқын атып, біреу де жауапкершілікке тартылмады. Қазір Қазақстан бойынша тек қана 5 полицейскийлер жауапкершілікке тартылып жатыр Талдықорғанда. Мен күзде біздерге әріптестеріміз бірге қаңтар жайлы документальный дерек кино түсіреміз деп бүкіл қалаларды, қайда қан төгіліс болды, сол қалаларды аралап шығып интервью жазып алып сұхбаттастық кісілермен. Сонда как раз біздер неге Талдықорғанға келгенде сот болып жатыр екен. Полицейскийлердің соты жауапкершілікке тартылып жатқан. Сонда таңғалғаным, сол халықты жаңағы атқан, сосын полицейский участкіде ұсталған жігіттерді қорлап сабаған 5 полицейский біреу де қамауға алған жоқ қой. Бәрі де подпискамен жүр, бостандықта жүр. Сот басталғанда соттың ішінде не болады ғой, андай скамья для подсудимых дейді ғой, енді подсудимылар отыратын жері. Рафик, интернет бізде, Қазақстанда интернет шамалы қиналып жатыр қазір. Міне қайтып. Сол 5 полицейский. Сол полицейскийлерді подсудимый ретінде, жауапкершілікке тартылып жатқан кісілер ретінде, сонда сол кабинкаге отырғызбай, жәбірленушілермен бірге отырғызды ғой, общий скамьяға. Сот сондай ұсталған позиция сондай болды. Адвокаттар шулап жатыр, айтып жатыр, қалайсыз бір жерде жәбірленушімен куәгер емес, қалай деп айтады еді, айыпталушылар бір скамьяда отыр, ол ойға сыймайтын нәрсе ғой. Сонда судья былқ етпей, жоқ, бәрі заңды, отырсын деп. Сонда тек қана 5 полицейский жауапкершілікке тартылып жатыр. Бірде-бір офицер жауапкершілікке тартылып жатқан жоқ. Бірде-бір генерал тартылып жатқан жоқ жауапкершілікке. Ешкімнің үстінен бір жаңағы қылмыс ашып тергеу өткен жоқ. Бірде-бір генералды жауапкершілікке тартылып жатқан жоқ. Ол показатель ғой еді, Қазақстанда не болып жатыр. Біріншіден соны айтты екен дедім. Енді сіз сұрап Залужныйдың феномені, иә? Залужныйдың авторитеті Украинада соншама мол, осы қазір съемкаден келе жатырмыз ғой. Хрещатикте жаңағы жер астында подземный переходқа жер астында бутик сататын, товар сататын бутиктар топ тұр. Сонда қалай деп кеп, футболка, свитшот, толстовкалер сататын бутиктер қазір көп пайда болды. Олар сол бутиктер көбінесе сататын товарлары жаңағы футболка, худи, свитшот, толстовка, обязательно бір символика, украиндық бір символикамен. Жаңағы трезубец бар, әлде Путин, ойбай, кешіңіз енді айтайын, Путин хуйло деп жазып қойған, да, слава богу, я не москаль, я украинец деген, сондай товар көп сатылып жатыр.
сонда көп не кездеседі андай толстовкалер. Залужныйдың портреті бар, суреті бар. Залужный, ты мой герой деп. Залужный, Украина тебя благодарит деген сондай көп футболкалер, ну футболка, толстовкалер көп сондай сатылып жатыр. Сонда сұраймын ғой мен сатушылардан, а вы знаете, кто такой Залужный? Он говорит, как же мы не знаем? Як же мы не будем знать нашего героя? Конечно, знаем деп. Қарапайым халық соншама Залужныйды не құрметтейді. Сосын сіз білетін боларсыз да, мұнда Украинада Қазақстанның азаматы Жаслан Дүйсенбин ВСУ-да қазір тоже не әскер борышын өтіп жатыр, не соғысқа қатысып Украина жақта. Сол Жасланнан сұхбат алғанда мен де сұрадым ғой, Жаслан, айтшы маған, осы Залужный деп шулап жатыр ғой интернет. Ол шынымен де соншама авторитетный кісі ма армияның ішінде, әлде ол рекламный бір ход па, пиар ход па? Суда Жаслан айтады ғой, не, Лукпан, ты че, говорит, конечно, он и авторитет, говорит, он авторитет среди всех рядовых, говорит, вот среди нас всех это непререкаемый авторитет. Мен там суда сравниваю, а чем он авторитетен? Объясни мне, пожалуйста, не естественно соншама Залужный. Вот этот Лукпан, если бы не Залужный, потерь было бы гораздо больше. Залужного, говорит, мы чтим и любим за то, что он заботится о каждом солдате, говорит. Всякий его приказ, любой его, говорит, там, военноплан, да, суда Курханда, первый вопрос, который он обязательно, говорит, ставит во главу угла, чтобы было минимизировать потери, чтобы как можно меньше потерь среди личного состава. И поэтому, говорит, он реально наш батько, он реально о нас заботится. Его авторитет, говорит, просто непререкаемый. Сонда Жаслан, сондай айтқан сөзі. Тек қана Жаслан емес, басқа кісілермен де мұнда Киевта осы көшеде ВСУ-ның әскерлері кездесіп жатса, мен міндетті түрде оларға жақындап жаңағы әңгімелесемін. Сонда тоже обязательно бір қоятын сұрағым, ребята, как вы относитесь к Залужному, что вы можете о нем сказать, дегенде, сонда бәрі де, вот просто без исключения бәрі де айтады. Ты что, батько наш Залужный, это, говорит, мы его очень сильно уважаем. Говорит. Сондай соншама авторитет. Олардың жаңағы Залужныйды неге соншама сыйлайды? Өйткені Залужный армияда ең төменнен бастап, ол біреудің бір генералдың баласы емес, ол по блату келген емес, ол жаңағы төменнен бастап өзінің карьерный лестницасын сосын шетелге барып оқып, жаңағы әскери стратегиясын оқып, сондай профессионализм, кәсіби несі білімі мол, ол адамгершілігі мол, ол сондай өзін өте, қалай деп айтайын, ну, авторитеті сондай өте биік адам Украинада. Себебі сондай, Залужный феномен себебі осындай. Өйткені ол ең төменнен бастап өзінің карьерасын генералдыққа жетіп, сосын Зеленский өзі шақырды ғой оны, главнокомандующий должностьқа жаңағы. Зеленский оны шақырды. Өйткені 2014-те Крым, Донбасс, Луганскіде Ресей әскерлер жаулап кіргенде, оказывается, Украина армияда сонда кризис болған екен, что генералдардың көбі или коллаборанттар болып шықты, или непрофессионалы прям откровенные. Иловайский котел, есіңізде болар, окружениеға түскен украиндық солдаттар, 8000 солдат. Сонда ол Иловайский котелдің бір себебі, это абсолютно неумелое, непрофессиональное командование. Сонда Залужный болған жоқ главный командующий. Сондықтан украиндықтар өте сондай Залужный авторитеті, өйткені украиндықтар сондай аш сабақтан өтті, я сондай олардың тарихы алатқан сабақтар осындай. Біз қандай сабақ ала аламыз осы қаңтардан, айтыңызшы, Лукпан мырза. Қаңтардан қандай сабақ ала аламыз, және біз шынымен де тәуелсіз мемлекет бола аламыз ба? Сырттан қазір, сыртта отырсыз ғой, сырт көзбен қарағанда біз адамзат
тарихында ел болып қалу нәсібі бар ма бізде, жоқ па? Бар. Мен ол үмітімді ешқашан да үзбеймін. Сенемін, біз нағыз сондай тәуелсіздікке жетеміз деп. Өйткені қазір Қазақстан формалдық ретінде тәуелсіз ел ерінде, әрине. Бірақ шындығын айтса, көріп тұрсыз, біз жаңа Ресей, Путин андай влияниесі өте мол біздің билікке. Ол бір жағынан Қытайдың тоже біз көрмей атқан, естімей атқан жағы болар. Олардың да влияниесі бар мол. Сондықтан қазір Қазақстан нағыз тәуелсіз ел деп айту өте қиын, шын айтса. Нағыз тәуелсіз ел ол қандай? Ол тек қана өзінің ақшасы, өзінің ел таңбасы, өзінің әнұраны бар дейтін ел, туы бар деп, ол тек қана сондай ел емес. Ол нағыз тәуелсіз ел, жаңа өзінің тәуелсіз экономика саясаты бар ел, өзінің ішкі істерін, жаңағы внешний политика дейді ғой, сыртқы саяси политика саясаты бар ел болу керек. Ол үшін қазір бізде биліктегі отырған адамдар, олардың жаңағы политическая воля болу керек. Қандай нәрсені істесе де жаңағыдай, да. Біз біздің Тоқаевтың қимылына, істеріне қарасақ, жаңағы ОДКБ-дан шыққан жоқ та, ОДКБ-мен бірге жаңағы Путинді қолдап жаңағы жүр, да. Қазір ол тоже ойға сыймайтын нәрсе ғой енді. Құдайға шүкір, әйтеуір біздің әскери күшімізді қатыстырған жоқ ана Украина соғысына. Бірақ бірақ қалған нәрсені алсақ, мен ойлаймын, біз көрмеген, бізге жеткізбеген хабар көп. Мен таңғалмаймын, егер біз естісек болашақта, что Қазақстан әскерлерін жібермесе де, бірақ жаңағы қару жағынан көмек көрсетіп, сондай көмек көрсетіп, халыққа айтпай сондай көмек көрсетіп жатса, мен таңғалмаймын, шын айтса. Сондықтан қазір Қазақстан болашақта міндетті түрде тәуелсіздікке жету керек. Қалай жетеміз? Біріншіден, нағыз халық сайлаған президент па, әлде премьер-министр болу керек. Халық сыйлаған. Кәдімгідей ашық түрде жаңағы әділдік ретте өткізген сайлауда сондай сайланған лидер болу керек, да, президент болу керек. Ол біріншіден. Неге оны айтып жатырмын? Өйткені мына украиндықтар, мен сұраймын ғой, украиндықтармен сөйлесіп жатқанда мен айтамын, как вы относитесь к Зеленскому? Они говорят, а как мы к нему относимся? Это президент, который мы выбрали. Да, у нас к нему есть вопросы. Да, скорее всего, война кончится, не факт, что мы снова за него проголосуем. Да, у нас сейчас много к нему есть каких-то вопросов относительно того, что его друзья тоже есть во власти, непонятно, кто финансировал его избирательную кампанию предвыборную. Вопросы у нас есть. Но это наш, говорит, президент. Мы его выбирали. И поэтому у нас к нему доверие, говорит, есть. Это наш президент, и, говорит, как бы только мы будем решать, будет он во власти или нет. А біз қазақстандықтар солай айта аламыз ба? Тоқаев біз сайлаған президент. Ешкім де айта алмайды. Әрине, ана Нұр Отан Аманат партиясының мүшелері солай айтатын болар еді. Біз сайлаған президент, анау қыртып. Бірақ шынында мырза, олар өйтіп айтпайды. Мысалға, Назарбаевты сатып кеткендер Тоқаевқа не болады деп айта алмаймын мен. Өмір бойы сол Тоқаевтың жанында болады деп айта алмаймын. Өзіңіз көрдіңіз ғой, Назарбаев кеткеннен кейін бүкіл күйенің бәрін соған жағып, анау Мади деген депутат аузын апандай қылып ашқан депутат, жас бала,
бірінші ол Астана қаласын қайтып атын қайтаруға мысалы ұйытқы болды да. Сол үшін мен ойламаймын, олар айтады деп. Олар ештеңе айтпайды. Ол жерде анау орыс тілінде айтқанда отрицательная селекция ғой. Құрдымға кеткен өңшей, намыссыз, ешқандай еркектік, әйелдік, аналық, ағалық, әкелік сезімнен мүлдем айырылған біздің бауырларымыз, қандастарымыз, солар жинаған жаңағы тобыр қылып. Мысалға, логикалық тұрғыдан алған кезде мен өзім заңгер ретінде айтамын да, мысалға, біз унитарлық мемлекетпіз. Конституциямызда бекітілген. Біз федерация емеспіз. Бізге сенат керек емес. Өңірлердің жаңағы өкілдері сенат деген бізде ешқандай орган болмау керек. Сенат деген мемлекеттік басқару мүше болмау керек. Келесі конституцияда бекітілген тағы да не бар? Анау ұлттардың бірлестігі бар ғой, диаспоралардың бірлестігі. Қазақстан ба? Я білем ғой. Ассамблея. Ол да федеративтік мемлекеттің көрсеткіші. Әр ұлттан жиналған. Қазақстан республика ғой. Бұның ішінде ұлттық республикалар жоқ. Немесе тәуелсіз, мысалға, Өзбекстан келеді шамалы. Өйткені Қарақалпақстан бар, Өзбекстан бар. Екеуі бір мемлекет құрап отыр. Ол жерде жаңағы сенат болуы мүмкін, ол жерде жаңағы ассамблея болуы мүмкін. Бізде қаяқтың қаңғырған ассамблеясы мысалға. Бұның бәрі, былай қарап отырсаң, тек қана жаңағы мынау ұрлап, әбден былыққа батқандар кейін сенатқа пенсияға шығады да, депутаттық жаңағы неприкосновенность алып отырады. Сол үшін жасалған нәрсе. Ешқандай мемлекетке пайдасы жоқ. Енді сізден сұрағым келгені, жаңағы жақында шыққанда Бектанов жайында хабарды естідіңіз ғой. Халыққа оқ атпаймын деген. Ол кісіге қандай баға берер едіңіз? Және біз ол кісіні босатуымыз керек па? Босату үшін күресуіміз керек па? Жоқ әлде Қазақстан сотының әділдігіне қалдыру керек пе? Жоқ, Қазақстан сотына ешқандай үмітім жоқ, сенім жоқ. Менде жеке өзім ойымды айтайын. Бектановтың жаңағы ол кісімен не істеу керек? Ең біріншіден қазіргі жағдайда, Қазақстанның қазіргі жағдайында, ең біріншіден тек қана Бектанов емес, басқа да көп кісілер мынандай саяси тұтқыншылар деп есептейміз ғой, политзаключенные, Ермек Нарымбай, Данат Намазбаев. Данат Марғұлан. Ең бірінші нәрсе, мен ойымша, бізге халық болып жиналып Тоқаевтың алдына талап қою керекпіз. Сен айтып тұрсың ба, жаңа Қазақстан деп. Ең бірінші жаңа Қазақстанның айырмашылығы, жаңа Қазақстанда ешқандай саяси тұтқындар болмау керек. Босат, бәрін босат. Бектановқа сұрақтарыңыз болса, онда давай былай істейік. Ең біріншіден судебный реформаны өткізу керек, сот органдардың реформасы. Екіншіден полицияның реформасын өткізу керекпіз. Өткені қазір сот пен полиция, прокуратура, олар соншама жемқорлыққа батып кеткен органдар, оларға ешқандай сенімдік жоқ. Олардың профессиональный уровень өте шамалы. Ол полиция сапалы тергеу өткізеді деп мен айта алмаймын. Прокуратура жағынан сапалы сондай надзорный бір функция істей алады деп мен оны айта алмаймын. Соттарымыз объективтік ретінде ешқандай жаққа қарамай, жоғардан ешқандай бұйрықты қабылдамай, өзі шын ретімен мына істі қаралады деп мен оны айта алмаймын. Сондықтан тәуелсіз сот, өте кәсібі жоғары полиция, өте кәсібі жоғары прокуратура болмаса, біздер Бектановтың істеген ісін қалай қараймыз, қалай тергейміз? Ешқандай условия жоқ оған. Қазақстанда сондай политически мотивированный ешқандай істер болмау керек. Ана политически саяси тұтқындардың бәрін шығару керек. Тек қана Бектанов емес, Данат бар, Марғұлан бар, бәрін шығару керек.
бізде қазір Қазақстанда шамамен 38 ба 39 адам бар. Мына официально правозащитниктер, жаңағы политический заключенный деп есептейтін кісілер. Сосын бізде қазір тағы бір айтатын ойым, мына Украинада жүргенде бір украиндықтар маған бір өте күшті үлгі көрсеткендері. Былтыр Украинаға келгенде, Киевтің көшелерімен жүргенде, көбінесе кісілердің көбі орысша сөйлейтін. Қазір Украинада көшеге шықсам, кемге барсам, тек қана украинша сөйлейді. Сирек анда-санда біреу орысша сөйлейді. Кісілердің көбі алыпта добровольно, өзі еркінмен, ешқандай биліктің бұйрығы болған жоқ. Өз еркінмен Украина халқы айтты, біз өз тілмен сөйлейміз деп. Будем размовлять украинскую мову деп. Бізде Қазақстанда сіз қазір көріп тұрсыз, Рафик. Міне типичный мен представителімін, шала қазақтың біреуі мен. Өткені кезінде жаңағы орыс мектебін бітіріп, жаңағы журналист карьерін бастағанда орыс тілінде шығатын газетінде жұмыс істеп, мен де кезінде, жас кезімде адасып солай ойлағанмын. Наверное, у казахского языка нет перспектив. Русская аудитория, она больше деп. Солай ойлаймын. А қазір мен ойлаймын, біз жаңа өзіміз қазақ тілінде сыйламасақ, Лухпан, перестаньте разговаривать на москальском языке. Это язык ваших оккупантов. Это не только язык наших оккупантов, кто Украину оккупировал, а еще это вас оккупировали. И идет у вас языковая оккупация, прежде всего. И сондықтан мен ойлап тұрмын, мен ойым, біріншіден, мына қазақ тілін сыйлап, конституцияға жазу керек. Қазақ елінде, Қазақстанда тек қана бір тіл бар, мемлекеттік тіл. Ол тек қана қазақ тілі. Ешқандай басқа тіл, орыс тіл болсын, тағы басқа бір тіл болсын, басқа ешқандай статус болмау керек. Язык межнационального общения дейді, орыс тілін кісілерді алдап. Сондықтан ғой, сол кесірінен қазір Қазақстанда жаңағы сепаратистер пайда болып жатқаны. Өйткені олардың бірінші айтатын сөзі, вы же хотите, чтобы везде был на казахском языке, а вы знаете, что в Конституции русский язык тоже прописан деп шығады. Ол қалай енді? А біздер солай отырғышта отырып жатсақ, ешқандай болашағымыз болмайды. Бір отырғышта, нақты, орнықты бір отырғышта отыру керекпіз. Ресейдің елшісі айтты ғой, өзінің дүркелі сөзін. Казахам нужно стоять твердо на двух ногах. Одна нога — это казахский язык, вторая нога — это русский язык. Вообще ойға сыймайтын нәрсе. Сонда біздің ішкі істер министрлігі ешқандай бір нота протест шығарған жоқ. Ешкімді шақырған жоқ Ресейдің елшілігіне. Сен не айтып жатсың? У нас недопустим, болмайды біздің елде мынандай сөзді айтуға. Біз тәуелсіз ел. Біз қарсымыз деп, биліктен ешкімде ондай қарсылықты көрсетіп жатқан жоқ. Қарсы шығып жатқан тек қана халық. Сондықтан қазір мен байқап жатқаным, Қазақстанда жыл сайын қазақ тіліне назар аударып жатқан халықтың саны көбейіп жатыр. Белсенділер пайда болып жатыр. Ол белсенділердің артынан үлесіп жүрген басқа да кісілер көбейіп жатыр. Қазақ тілін сыйлайық, қазақ тілі елінде бір тіл болсын деп, қазақ мәдениетін жоғары көтерейік. Сондай халықтың биліктен емес, халықтан сондай шығып жатқан жаңағы инициатива көбейіп жатыр. Сондықтан мен ойлаймын, оның нәтижесі жаңағы сондай болады. Мына билікті кетіреміз, міндетті түрде, мен сенемін оған. Міндетті түрде әділдік сайлау өткіземіз, міндетті түрде бір Қазақстанда қазақтың елі болады сондай деп. Әрине, андай тревожный факторлер көп. Қасымызда жаңағы андай бір, қалай деп айтайын,
ақымақ көршіміз бар. Ақымақ та өзі де мінезі де сондай бұзық андай қылмыскер көршіміз бар, Ресей. Қасымызда Қытай бар, ақшасы мол, олардың да өзінің амбициялары бар. Бірақ маған кейбір кісілер айтады, Лұқпан, ал жақсы, Тоқаев болмасын, кімді көресің президент ретінде? Көрдің ғой, міне сайлау өтті, сайлауға қатысқан кісілердің айтып жатқан сөздері қандай, Глен клоундар. Сонда мен айтамын, айналайындар, сіз ең біріншіден бір өзіңізге сұрақ қойыңызшы, неге, қай себептен мына президенттік сайлауына тек қана сондай кісілер қатысты? Әрине, Тоқаев Назарбаевтан алған сабағы, ол Тоқаев Назарбаевтың оқушысы. Ол басқа бір демократиялық бір қадамға баратын кісі емес. Ол сол Назарбаев не көрсетті, тап сондай тек қана клоундарды қатыстырып, солай сайлауды өткізді. Бірақ мен ешқашанда сенбеймін, 18 миллион халықтың ішінде бір адам сондай табылмайды деп. Сонда бір американдық журналист сайлаудың алдында менен сұрайды, Лұқпан, хорошо, а кого вы видите тогда вот кандидатом в качестве президента, вот если были честные там предвыборные гонки? Сонда мен айттым, шын дейді солай ойлап тұрсыз ба, сіз дейді солай ойлап тұрсыз ба, мұнда Қазақстанда қазақтың ішінде бірде-бір сондай кісі жоқ деп. Пожалуйста, мен де қатыса аламын дедім. Мне нет бастаях. Я уверен в себе, я могу тоже участвовать в президентских выборах. И более того, я готов, я знаю, что я могу составить конкуренцию Тоқаеву. И очень мощную. А менен де ақылды кісілер бар ғой мына елде. Менен де күшті кісілер бар. Мен салыстырса. Тек қана Тоқаев бар деп, қалғандар Қазақстанда басқа үміткерлер жоқ деп дұрыс емес. Сондықтан вот сіздің сұрағыңызға жауап берсем, мен солай берер едім. Қазақстанда болашақта Қазақстан тәуелсіздік ел болады деп менде ешқандай күмәнім жоқ. Біз қазақ халқымыз өздеріміз өзімізге сену керекпіз. Украиндықтар тап сондай болды. Мен украиндықтармен сөйлесіп отырмын ғой. Олар айтады, Лұқпан, если бы в 2013 году до Майдана нам кто-нибудь сказал бы, что мы станем вот таким народом, что мы сможем избирать своего президента, будем там, сможем защищать свою родину, я бы не поверил. Кубайт отсюда. Потому что, говорит, в 2013 году Украина поражена коррупцией, кумовством, везде сидели ставленники Кремля, ничего не было прозрачно, законы были дурные, полиция работала против нас. Мы, говорит, были таким же народом. Но мы же смогли, говорит. За 8 лет мы смогли создать полноценную нацию, которая говорит на своем языке, у которой есть свой избранный президент. Сондықтан мен ойлаймын, қазақтар украиндықтан ешқандай кемшілігі жоқ. Біздер істей аламыз соны. Мына жерде міне бір сағаттай отырмыз екеуміз. Соңғы сұрақ қояйын деп едім, айып етпесеңіз, сіз өзіңіз Украинада қалдыңыз ба? Жоқ, елге келесіз ба? Келем, әрине, келем. Жоқ, Украинаға сенім мол, өте құрметтеймін, Украина халқында, Украина ел ретінде де сыйлаймын, жақсы көрем. Бірақ менің елім, менің отаным Қазақстан, мен қазақпын. Қазақстанда болашақта өзгеріс болып жатқанда мен тек қана Қазақстанда болу керекпін. Басқа жерде болмаймын. Өйткені біздің саясаткерлердің алсақ, оппозициядағы жүрген саясаткерлер көбі Назарбаевтан қашып, елден қашып, шетелде жүріп, жаңағы үгіттейді. Я қазақтар шығыңыз, қалай деп айтайын, елді өзгертіңіз деп. Бірақ өздері елде жүрген адам жоқ қой. Бәрі шетелде жүр. Сондықтан мен Украинаға іс сапармен келдім.
бір ай боламын да, жаңағы видео документальный фильм түсіреміз де қайтадан кетеміз. Менде де қазір жоспарым мол. Біз жаңа қаңтардың оқиға туралы деректі фильм материалын бәрін түсіріп алдық та, енді оны монтаждау керек, оны шығару керек. Былтыр Жаңаөзен оқиғасына байланысты деректі фильмді шығардық, оны мына жыл бойы ағылшын тіліне аударып, қазір соны шығару керекпіз. Сондықтан жоқ, ешқандай шетелде қалам деген ойым жоқ менде. Рахмет, Лұқпан мырза. Бұл соңғы әңгімеміз емес шығар, Құдай қаласа әлде елге келгенде тікелей отырып бірге сөйлесерміз. Біздің атымыздан Украин халқына үлкен сәлемімізді жолдаймыз. Оларға жеңіс тілейміз. Мен өзім 2017-2021 жылы арасында Украин мемлекетте өмір сүргенмін. Запорожье қаласында, Киев қаласында және Ужгород қалаларында. Ол кісілердің бәріне сәлем жолдаймын. Және бір дүйім болса да маған жақын халық, қайын жұртым, сол жақтың жаңағы жиені бар үйде. Сондықтан ол кісілерге бізден сәлем айта барыңыз. Менімен сұхбатқа келгеніңізге рахмет. Және де мені сұхбатқа тартып өз арнаңызға жүктейтін болсаңыз, мен әрқашанда келісімім бар сізге. Ортада жүрген ағайын кісілерге айтарым, мінекей армандарыңыз орындалды. Біз Лұқпан бауырым екеуміз сіздердің алдарыңызда әңгіме айттық. Бұл соңғы әңгімеміз емес. Рахмет, Лұқпан мырза. Иә, соңғы бір айтay деген сөзім, мына айтып тұрмын ғой, Украинаға келгеннен кейін көзім жетті. Мен қабылдаған енді шешім сондай. Біз келіскенде жаңа кездесіп жатсақ, мынандай тікелей эфирде әлде сұхбат алып жатсақ, біз қазақтар бір-бірімізбен тек қана қазақ тілінде сөйлеу керекпіз. Ол міндетті түрде. Сол айтайын деп отырген ұмытып кеттім. Рахмет сізге соны еске түсіргеніңізге. Лұқпан бауырымыз осы уақытта орыс тілінде контент жүргізіп келген. Бүгін қазақ тілінде сұхбат беруге келісті. Лұқпан бауырым, сізді дебютыңызбен құттықтаймыз. Тек қана енді қазақ тілінде көретін болады эфирлеріңізді Алла қаласа. Львовта бір плакат көзім түсіп қалды, бір плакатқа. Анда плакатта украинша жазылып тұр. Біз қазақ тілімізге аударсақ, анда былай деп жазылып тұр. Орысша сөйлейтін украиндықтар украин тілінде сөйлейміз деп тырысатындар. Сіз күлкілі емессіз, сіз мықтысыз деп сондай вдохновляющий сондай бұл плакат. Сондықтан мен де мына көрерменге айтay дегенім, менің тілім шолақ, сөз байлығым мол емес, бірақ бір-бірімізге күлмей, бір-бірімізді батырмай, бір-бірімізді қолдап солай жүру керекпіз болашақта. Сондай ел боламыз. Рахмет. Жақсылап тұрып сәлем сізге. Құдай қаласа елге келгенде тағы да кездесерміз, отырармыз. Рахмет. Сау болыңыздар, барлықтарыңызға. Құрметті көрермендер, сіздер осы видеоны таратыңыздар. Мынау біздің немізге арнамызға көбірек адам келсе, біз тікелей эфирлерді көбірек өткізетін боламыз. Рахмет барлықтарыңызға. Сау болыңыздар. Жақсы.